Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз гломерулонефрит және пиелонефрит. Біз бұл видеомызда бұл аурулардың түрлері қалай пайда болады және олардың диагностикалау әдістері, олардың салдарлары қандай болатынын айтатын боламыз. Сондықтан видеомызды соңына дейін қарайық. Бізде біріншісі гломерулонефрит. Бұл бүйректің шумақшаларының зақымдалуымен көрініс беретін ауру болып табылады. Гломерула бұл шумақша, нефрит бұл бүйректің қабынуы деп атаймыз. Біз нефронның құрылысын еске түсіретін болсақ, нефрон ол шумақшалардан және түтікшелерден құралады. Шумақшалармен құралған кезде осы шумақшалар зақымдалатын болса, біз оны гломерулонефрит деп атаймыз. Ал мына жолдары, яғни тостағаншалар, түбектер зақымдалатын болса, біз оны пиелонефрит деп атайтын боламыз. Гломерулонефрит бұл адам организмінде қандай көріністер береді? Ол адам организмінде ісіну болады. Көбінесе бізде бет аймақтарында ең жиі кездесетіні периорбитальды, яғни көз айналасындағы тіндердің ісінуімен көрініс береді. Одан кейін бізде қан қысымы жоғарылайды, ол артериалды гипертензиямен көрініс береді. Сосын зәрде қанның пайда болуымен көрініс береді. Гломерулонефритті негізінен инфекциялық аурулар шақырады. Сонымен қатар тұқым қуалайтын генетикалық аурулар және аутоиммунды аурулармен де шақырылуы мүмкін. Бұларды біз ағымына қарай жедел және созылмалы деп екіге бөлеміз. Жедел гломерулонефрит бұл көбінесе бактериалды инфекциялармен шақырылады, яғни стрептококктармен, стафилококктармен, пневмококктармен. Осылардың ішінде ең жиі зақымдайтыны бізде стрептококктар болып табылады. Стрептококктар бұлар негізінен тыныс алу жолдары арқылы адам организміне енеді және тыныс алу жолдарында өзіндік ауруларын туғызады. Мысалы, ангинаны алайық, оларды дер кезінде емдемейтін болса, олар асқынады да, сонымен олар қанға түсе бастайды. Қанға түскен кезде оларға қарсы антиденелер түзіледі. Антиденелер стрептококктарды жоюға арналған негізінен. Бірақ та стрептококктардың сыртқы антигені мен бүйректегі шумақшалардың антигені олар бір-біріне ұқсас болып табылады екен. Сондықтан антиденелер олар бүйректің тінін, яғни жаңағы шумақшаларды өзінің тіні деп ойламай, бөтен тін деп ойлап, соларды құрта бастайды. Соның әсерінен бізде жедел гломерулонефрит дамиды. Созылмалы гломерулонефрит бұл да жоғарыда аталған секілді себептерден дамиды. Бірақ бұларды көбінесе себебі неде екенін табу қиынға соғады. Себебі бұлар өте ұзақ уақытқа созылады, адам ұмытып қалуы мүмкін. Сонымен қоса гломерулонефрит бұл жүйелі аурулармен де шақырылуы мүмкін. Оған қандай аурулар жатқызсақ болады? Мысалы, жүйелі қызыл жегі, склеродерма сынды ауруларды жатқызсақ болады. Одан кейін бізде жедел гломерулонефрит қалай көрініс береді? Жедел гломерулонефриттің пайда болған кезінде бастапқы кездерінде мүлде симптомдар байқалмауы мүмкін. Ол адамда тек шаршағыштық, әлсіздік, буындарында ауырсыну пайда болуы мүмкін. Бірақ та негізгі бұл симптомдары бет-көз аймағындағы ісінулер, тәуліктік зәр көлемінің азаюы, яғни олигурия, зәр түсінің қараюы, қан қысымының жоғарылауы. Ал мына ұйқышылдық, сананың бұлыңғырлауы, әлсіздік, бұлардың барлығы қосымша симптомдар болып табылады. Негізгі симптом бұл бет аймағында ісіну, бұл неден пайда болады? Бұл біріншіден шумақшалар зақымданған кезде ол жерден белоктар сыртқа қарай зәрімен бірге шығып кетіп отырады. Соның әсерінен бізде протеинурия, ал қанда гипопротеинемия. Ал бұл алдыңғы сабақтарда айтқан видеоларда айтқан болатынбыз. Гипопротеинемия бұл ісінуге алып келеді, яғни тіндердегі коллоидты онкотикалық қысым жоғары, ал су қысым аз жақтан көп жаққа қарай өтіп кетеді. Соның әсерінен ісіну пайда болады. Тәуліктік зәр көлемі азаяды, яғни шумақшалардың негізгі қызметі бұл фильтрациядан зәрді өткізу. Ал егер де ол дұрыс жұмыс атқармайтын болса, ол адам организмінде қан ұсталып қалады. Соның әсерінен тәуліктік зәр көлемі азаяды, ал адам организмінде сұйықтық ұсталып қалатын болса, ол өз кезегінде қан қысымын жоғарылатады. Сонымен қоса, зәрдің түсінің қараюы, ол неге байланысты? Ол зәрмен бірге қанның шыға бастауына байланысты, яғни гематурия. Гематурия бұл зәрдің түсі қараяды, бұл бүйрек зақымдалғанын білдіреді. Ал егер де зәрдің түсі қызаратын болса, онда ол проблема қуықта немесе уретрада жарақаттар болуы мүмкін. Яғни ол кезде өзгермеген эритроциттер шығады. Ал мына жерде бүйрек зақымдалған кезде өзгерген эритроциттер шығатын болады. Сонымен қоса бізде іш аймағындағы, бел аймағындағы ауырсынулар пайда болуы мүмкін. Одан кейін созылмалы гломерулонефрит. Созылмалы гломерулонефрит симптомдары
айқын біліне қоймайды, өте ұзақ уақытқа созылады. Бұл кезде қандай көріністер пайда болады? Ең алдымен бізде шумақшалар зақымданады. Шумақшалар зақымданған соң олар өле бастайды. Өле бастаған соң ол жерге дәнекер тіндері өседі. Дәнекер тіндері өскен соң бүйрек шумақшалары бүрісіп қалады. Бүрісіп қалады да бүйректің көлемі кішірейіп, бүріскен сморщенный бүйрек пайда болады. Бұл кезде қандай көріністер? Бұл кезде таңғы уақытта ісінулер, жаңағы айтып кеттік. Сонымен қоса қан қысымының жоғарылауы пайда болуы мүмкін. Сонымен қоса бізде терінің қышуы, тәбеттің төмендеуі, құсу, жүрек айну, әлсіздік, тыныс алудың қиындауы пайда болуы мүмкін. Бұлар ненің әсерінен пайда болады? Бұлар созылмалы гломерулонефрит, бұл созылмалы бүйрек жеткіліксіздігіне алып келетін бірден бір себеп болып табылады. Терінің қышуы, адам организмінен шығу керек заттар бүйрек арқылы шықпайды, соның әсерінен олар тері арқылы шыққысы келеді. Бұл бір соның әсерінен тері қышу пайда болады. Тыныс алудың қиындауы, тыныс алу қиындауы негізінен бұл кезде гидроторакстар пайда болуы мүмкін. Себебі сұйықтық бос кеңістікке қарай өтіп кетіп отырады. Ал құсу, жүрек айну, әлсіздік, құсу бұл негізінен көбінесе гастрит, бұл уремиямен шақырылған гастрит әсерінен пайда болуы мүмкін. Соның әсерінен жүрек айнуы да болуы мүмкін. Әлсіздік бұл негізінен анемия болады, яғни созылмалы бүйрек жеткіліксіздік кезінде адамда айқын анемия болады. Оның негізгі себебі бүйрек зақымданған кезде ол бүйректен сүйектегі эритроциттердің түзілуін ынталандыратын эритропоетин бөлмейді. Соның әсерінен бізде анемия болады, ал анемия ол әлсіздікпен көрініс береді. Диагностикалау әдістері. Диагностикалау әдістерінде біз жалпы қан анализін, жалпы зәр анализін, қанның биохимиялық анализін, бүйрек биопсиясын тағайындаймыз. Жалпы қан анализінен не көруге болады? Жалпы қан анализінен біз айқын анемияны көреміз. Одан кейін қабыну процестерін көруіміз мүмкін. Яғни ол жерде лейкоцитоз болуы мүмкін, сояның жоғарылауы мүмкін, және лейкоцитарлы формуланың солға қарай жылжуы, яғни жас лейкоциттердің көбеюі болуы мүмкін. Ал жалпы зәр анализінде не көреміз? Жалпы зәр анализінде біз протеинурия көреміз. Олар шумақшалардың зақымдануына байланысты әртүрлі болуы мүмкін, яғни нефриттік синдромнан нефротикалық синдромға дейін болуы мүмкін. Тәуліктік протеинурия мөлшері аздаған мөлшерден 3-4-5 грамм литрге дейін жетуі мүмкін. Одан кейін біз қанның биохимиялық анализінде трансаминазаның жоғарылауы болуы мүмкін. Сонымен қоса созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі пайда болатын болса, ол жерде біз креатинин мен мочевинаның деңгейі өте жоғарылағанын байқаймыз. Сосын бүйрек биопсиясы бұл ең тиімді әдіс, яғни нақты диагноз қоюға 100% диагноз қойып беретін зерттеу түрі болып табылады. Бүйрек биопсиясы кезінде гломерулонефрит, яғни шумақшалардың зақымданғанын, олардың сусын ісінгендерін айқын көруге болады. Бірақ та бұны көп адамдар рұқсат бермейді, және де бұларда асқынулар пайда болуы мүмкін, бірақ көп емес. Одан кейін біз инструментальды зерттеулер кезінде ультрадыбыстық зерттеуді тағайындаймыз. Жедел гломерулонефрит кездерінде ультрадыбыстық зерттеумен қатты көрініс таба алмауымыз мүмкін, бірақ та созылмалы гломерулонефрит кездерінде біз бүйректің көлемінің кішірейгенін, олардың бүріскенін және беті кедір бұдырланғанын көре аламыз. КТ, МРТ бұлар қосымша дифференциальный диагностика жасауға көмегін тигізеді. Одан кейін біз араннан жағынды аламыз. Араннан жағынды бұл біз жедел гломерулонефрит кездерінде аламыз, яғни қандай да бір танзилит, ангина пайда болуы мүмкін. Осылардың салдарынан бізде гломерулонефрит дамуы мүмкін. Одан кейін қандағы антиденелерді анықтаймыз. Қандай да бір вирустармен шақырылуы да мүмкін, гепатит Б, С. Енді бұлардың салдары не болуы мүмкін? Бұлардың салдары жедел гломерулонефриттіңге алып келген біріншілік себепті, яғни танзилит, ангина соларды емдейтін болса, сонымен қоса бүйректің функциясын қалыпқа келтіретін болса, онда ол адам толығымен жазыла алады. Ал созылмалы гломерулонефрит бұған көп адамдар симптомдарына мән бермейді, және де дер кезінде дәрігерге қаралмайды. Соның әсерінен көп жағдайда созылмалы бүйрек жеткіліксіздігіне ауысып кетуі мүмкін. Егер де дер кезінде қаралған күннің өзінде созылмалы гломерулонефрит бұл негізінен шумақшалардың склерозға ұшырап кетуіне байланысты салдарлары әртүрлі болуы мүмкін. Яғни бізде өте көп зақымданатын болса, онда біз ол кезде гемодиализ жасаймыз, немесе трансплантация, бүйрек трансплантациясын жасауға тура келеді.
пиелонефрит дегеніміз бұл бүйректің түтікшелері және тостағанша түбек жүйесінің микробты қабынулық ауруы. Гломерулонефритті айттық, олар шумақшаларды зақымдайды, ал пиелонефрит бұл тостағанша түбек жүйелерін зақымдайды. Одан кейін бізде пиелит деген бар, яғни ол бүйректің тек түбегін ғана зақымдайды. Бұлардың негізгі себебі ол бактериалды инфекция болып табылады. Бактериалды инфекция бұл екі жолмен бүйрекке келуі мүмкін. Олар гематогенді, яғни қан арқылы басқа бір жерде пайда болды. Бактериалды инфекция ол қанға түсіп бүйрекке келді. Және де жоғарылай деген қалай, ол қуықта мысалы цистит пайда болды. Осы циститтен жоғарылай келіп бүйрекке қарай, яғни қуық несе бар, бүйректің түбек тостағанша жүйесін зақымдайды. Одан кейін олар ағымына қарай жедел және созылмалы болып екіге бөлінеді. Жедел пиелонефриттің симптомдарына келетін болсақ, жедел пиелонефрит кездерінде бел аймағындағы ауырсыну, бел аймағында немесе іш аймағындағы ауырсыну болады. Одан кейін бұл жерде қабыну үрдістері жүріп жатыр, соның әсерінен адам температурасы жоғарылайды, яғни 38-40 градусқа дейін қызба болады. Одан кейін қызбаның бірінші сатысында қалтырау пайда болады. Және де адам қызба кездерінде тәбеті жоғалады, жалпы әлсіздік, жүрек айну, құсу пайда болуы мүмкін. Одан кейін бұларды диагностикалық әдістеріне келетін болсақ, жалпы қан анализі, қанның биохимиялық анализі, жалпы зәр анализі, зәрдің бактериологиялық зерттеуіне тағайындаймыз. Біз жалпы қан анализінен айқын қабыну процестерін көреміз, яғни эритроциттердің тұну жылдамдығының жоғарылағаны, лейкоциттердің санының жоғарылағаны және лейкоцитарлы формуланың солға жылжығаны. Одан кейін біз қанның биохимиялық анализінен С-реактивті белокты көреміз, яғни қабыну процесі жүріп жатыр. Одан кейін трансаминаза, гипергамма-глобулинемияны көреміз. Одан кейін жалпы зәр анализінен біз негізінен бактериурияны көреміз. Сонымен қоса цилиндурия, гематурия қосарласып жүруі мүмкін, бірақ негізінен бактерияларды көреміз. Одан кейін біз зәрдің бактериологиялық әдісін жасаймыз, яғни бактериялардан себінді жасаймыз. Бұл біріншіден нақты қандай қоздырғыш екенін анықтап береді, қандай бактериямен осы пиелонефрит пайда болды. Екіншіден оған қандай антибиотик тағайындаған тиімді екенін көрсетеді. Одан кейінгісі біз инструментальды зерттеу келетін болсақ, біз ультрадыбыстық зерттеуді, рентгенологиялық зерттеу әдістерін және радионуклидті зерттеу әдістерін жүргіземіз. Ультрадыбыстық зерттеу әдісі кезіндерінде, жедел пиелонефрит кездерінде бүйректің тіні су сіңіп ісінеді. Және олардың көлемі ұлғаяды. Ал рентгенологиялық зерттеу әдістерінде ол біз жалпы шолу рентгенографиясын жасаймыз, және де контрастты рентгенографияларды жасаймыз. Соған экскреторлы урография, ретроградты урографияларды тағайындаймыз. Экскреторлы урография кездерінде бүйрек тостағанша жолдарында қандай да бір бітеулер немесе формаларының өзгеруі көрінуі мүмкін. Одан кейін біз компьютерный томография, МРТ, дифференциальный диагностика үшін қажет. Одан кейін радионуклидті зерттеу әдістері, ренография, нефросцинтографияларды жүргізуге болады. Бұл біріншіден диагнозды нақтылауға көмегін тигізеді. Екіншіден біз терапия жүргізген соң 3-5 күннен кейін қайта осыларды жүргізетін болсақ, бұл бізге тағайындаған емнің несін көрсетеді, эффективтілігін көрсетеді, қаншалықты тиімді ем тағайындалып жатыр. Одан кейін созылмалы пиелонефрит, олардың симптомдары тұрақсыз және өзгеріп отырады. Олардың негізгі симптомдары қызба, яғни дене температурасының жоғарылауы, ішінде немесе белінде ауырсыну, жалпы мазасыздық, сосын анорексия, яғни салмағының жоғалуы пайда болады. Созылмалы пиелонефритке қандай адамдарға біз күдіктенеміз? Ол зәр шығару жолдарында қандай да бір инфекциялық аурулармен ауруы. Және де жедел пиелонефрит анамнезінде болатын болса, біз созылмалы пиелонефритке күдіктенеді екенбіз. Бұлардың да диагностикалық әдістері дәл сондай. Жалпы зәр анализінен жаңа көріністерді көреміз. Бактериологиялық себіндіден де қандай бактерия екенін және оның эффективтілігін көреміз. Одан кейін біз ультрадыбыстық зерттеу кездерінде бүйректің көлемінің кішіреюі мүмкін, яғни бұл созылмалы пиелонефрит. Одан кейін қандай да бір конкременттер түзілуі мүмкін. Сосын біз рентгенологиялық зерттеу әдістері арқылы конкреmentтердің, яғни қандай да бір заттардың бұл жүйені бітеп қалуы мүмкін. Соның әсерінен зәр шығаруда қиындау пайда болуы мүмкін.
Одан кейін пиелонефриттің салдары не болады? Жедел пиелонефрит кезінде дұрыс әрі жедел көрсетілген ем бұл 90-95% адамның сауығуына алып келеді. Ал созылмалы пиелонефрит бұл да өте ұзақ уақытқа созылады. Тіпті 20 жылдан астам уақытқа созылуы мүмкін, және олардың салдарлары әртүрлі болуы мүмкін. Яғни ол жерде конкрометтер, тастар түзіліп қалуы мүмкін, не болмаса бүйректі толығымен зақымдап, бүйрек жеткіліксіздігі ауруына дейін алып келуі мүмкін. Сондықтан қандай да бір симптомдарды байқасаңыз, дер кезінде жергілікті дәрігерге немесе нефролог дәрігерге көрініңіз. Осымен біздің видеомыз соңына жетті. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басайық. Қош сау болыңыздар.